Берік қайда, Берік? Құдалар әнін жібер, Берік. Қанеке құдалар, шаттық тойға келіңіз, құтты болсын бүгінгі шыққан биік төріңіз. Алқалаған ел жұрттың ықыласын көріңіз, бақыт тілеп жастарға ақ батаны беріңіз. Дөз соғысып кәдені жасаңыздар құдалар, құйрық бауыр кәніки асаңыздар құдалар. Той бастарым бұл тойдың айтыңыздар құдалар, шапан киіп ат мініп қайтыңыздар құдалар. Құдайымыздай болған құдалар бүгін қош келіп жатсыздар, төрімізден орын алып жатсыздар. Біздер мынау жалпы өшерде Ожайттар әулеттің құдалары бар, кейбір азынаулар қосқан. Негізі Ожайттар әулеттің ұрпақтары сіздерді қарсылап жатырған қазіргі бала келіндері бар, әр ұрпақтан тараған өкілдеріміз бар. Жоғарыда кейбір жерде құдаларымыз отыр, таныстырып жатармыз. Тағы да қош келдіңіздер айтамыз. Бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Анау енді қалыптасқан күн болғасын, оны да айта отырайық. Осы мерекемен бара-бар келіп жатырған негізгі осы әулеттің мерекесі бүгінгі құдалардың құрметі деп жатырмыз. Құрметімізге өздеріңіздің алтын уақыттарыңызды бөліп, жүрек ишараттарыңызды төгіп келіп жатқандарыңызға біздер мыңда бір алғыс айтамыз. Сіздер бізді құшақтап қарсы алып жатсыздар. Біз риза болып жатырмыз. Балаларымыздың шыққан жері осындай ұлағатты семья бар екен. Болмаса өз балаларымызда өзін дұрыс теңін тапқан екен деп солай ойлап ішімізден қуанып отырмыз. Енді жаңа құдалар айтып жатыр, кішкене бір көріп, бір айтқаннан кісі кішкене білмей қалады. Бірталай кісі бәрін атына айтып жатсыздар. Бұрын бір-екі рет көргеннен кейін ғана кісі есіне сақтайды. Сол жаңа құданың айтқаны дұрыс. Біз де сол қосыламыз, сол кісінің сөзіне. Мынау бәрінен бұрын біздің айтарымыз тек екі баламыздың бақыты құтты болсын, өмірлі болсын деп екі балаға бақ тілейміз. Аумин. Станым бұл тойдың айтыңыздар құдалар, шапан киіп ат мініп қайтыңыздар құдалар. Дөз соғысып кәдені, дөз соғысып көрінде адайлардың еліндегі басталып жатқан құдалық тойымыз құтты болсын. Ендеше баршаларыңызда Жұмабектей әкеміз бен Сақып Жамалдай анамыздың шаңырағындағы құдалық тойға қош келдіңіздер. Қосқанда құда болар халқым бар бел құдалар.
керемет жақсы тілегі қабыл болған күн деп жатырмыз. Сіз болып, біз болып, бүгінгі әдемі ұрпақтың керемет жақсы қуаныш тойына келіп жатырмыз. Ендеше баршаларыңызды әдемі кереметтей шаңырақтың тойының шақыруын құп алып, көңілдеріңізге нұр алып, жүректің түкпірінен жыр алып, алтыннан қымбат уақытты бөліп көріскен сәтте бақытты болып келіп жатырған қадамдарыңыз құтты берекелі болсын. Енді әдемі бүгінгі тойымыздың төріне құдаларымыз келіп жайғасып жатыр. Құдаларымызға өзіміздің елдің, ауылдың сый құрметін көрсетейік деп жатырмыз. Ал ендеше бүгінгі әдемі тойымыздың шымылдығын ашып, түндігін көтеріп, құдаларға, барлық ағайындарға қош келдіңіздер деген әдемі сөзді айту үшін той иелерін сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Бір қаттырақ қол соғып қошемет қойыңыз. Менің құдаларым, баршаңызда қош келіп жатсыздар. Сәлемде сәтімен дейді. Біздерде бүгінгі күні жоспарлағанбыз. Осы құдаларымызбен, құдағайларымызға шай беріп, құдалықтың жалғасын, тойдың жалғасын одан әрмен қарай жалғайық деген ниетпен осы күнді таңдағанбыз. Себебі бұл күн бана құдаларда сөздерінде айтып жатыр ғой. Баяғыша енді үлкен мейрам бір жағынан, үлкен мейрам болғанда да кәдімгідей мейрам. Яғни Қазақстан халқының ынтымағы мен бірлігі болса, сол халықтың ынтымағы мен бірлігі отбасынан басталады. Сондықтан да осындай сіздерді құрметтеп, құрметті күнге ағайын тумамен ынтымағы жарассын деген ниетпен осы күнді таңдағанбыз. Қош келіп жатсыздар. Енді осы құдалық дастарханына келіп жатырған барша ағайындарымыз, алыстан жақыннан келіп жатырған бұрынғы құдаларымыз бар. Мынау Айзада қызымыздың нағашылары бар, мына жақта отырған. Ағайын бауырларымыз келіп отыр, алыстан жақыннан, аға жеңгелеріміз, апа жезделеріміз. Баршаңызда қош келіп жатсыздар. Көршілерім бар мына жақта. Жора жолдастарым бар бірге жүрген. Енді шақыратын кісі көп негізінде, бірақ енді ықшамдап осы жерге сіздерді алып жатырмыз. Баршаңызда қош келдіңіздер. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Мына ең бірінші өткенде айтып жатқандай, бана жада айтып жатырмыз ғой үлкендер. Жастар бақытты болсын ең бірінші. Сол ниетпен бүгінгі күні сіздерге осындай құрметімізді көрсеткелі жатырмыз. Құтты қадамдарыңыз болсын баршаңызға да. Той жалғасын тапсын. Тойды әдемі өткізейік, бәрімізде көңілді өткізейік деген ниетіміз бар. Ана енді айтып жатырмыз ғой. Күні кеше енді осы жақын арада 3-4 күн турысында бізге де Сақып Жамал екеуміздің қосылғанымызға 30 жыл болып қалған екен. Оны айтып тұрған себебі мына асабаны таңдауында сол негіз болып тұр. Себебі бұның әкесі, өздеріңіз білесіздер, жерлес ақынымыз Амангелді Исенғалиев деген азаматтың баласы Әзілхан деген жетті қарсы алып отырмыз. Бұл Амангелді жездеміз кезінде біздің тойды басқарған, сол кездің ең бірінші нөмірлі тамадылары болатын. Сөздің ішіне керек, столдың үстіне мініп кетіп басқарған біздің тойымызды. Өте әдемі өткізген. Мынау сол қуаныштың жалғасы болсын деп, сол қуанышымды бүгін сол кісінің баласына ұсынып отырмын. Ал еңбегің жемісті болсын, тойды осы әдемі өткізеді деген сенімдемін. Қош келдіңіздер баршаңыздар. Әдемі өткізейік бұйырса, көңілді өткізейік. Тамақтан алып, рахаттанып отырыңыздар, билеңіздер, көңіл көтеріңіздер. Құтты құдалығымыз болсын, 1000 жылдық болсын. Тамаша, апам қосылам деп жатыр да. Ал қош келдіңіздер, той құтты болсын, тамақ алуға рұқсат, құдалық 1000 жылдық болсын. Сіздерге де бара өзіңді сәбилік сезіммен арнаймын сөзімді көргенше алаңма аңсаймын толғаны қабыл ал балаңма сәлемін жоғаға қабыл ал балаңма сәлемін жоғаға бөбегім оянса ұйқымнан мың тұрдым өліммен балауса
қонақтар бүгінгі тойдың жақсы бір әдемі деңгейде өтуіне барлығымыз атсалысып отырайық. Енді қай адамда өзінің шаруасының уақытылы басталып, уақытылы аяқталған жақсы көреді. Бірақ енді тойға кешіксек өзімізді қазақпыз ғой деп жұбата салатынымыз бар. Дей тұрғанмен де сол той иелерінің шақыруына керемет жақсы құба-құп болып көңіл бөліп, уақытында келіп, шаруаның барлығын ысырып тастап, осы тойға ең бірінші келген қонақтарымыз болса, ортаға қарай келе қойсаңыздар, сіздерге сыйлықты табыстаймыз. Келе қойыңыздар. Төртеуміз бір столдан шықтық, төртеуміз бір машинамен келген сияқтысыздар. Кім болып келеміз біздер? Құрдастар. Тамаша, міне құрдастар, достар, тойға ең алғаш келген қонақтарымызға бір құрмет қошеметтеріңізді көрсетіп қойсаңыздар. Бір-бірден мыналар 4,5 подаркілері, мыналар 3,5-дан қалай беріңіздер, ұялмаңыздар. Қош келдіңіздер. Тек тойға ерте келіп, подарка алып, күшті, құтты, берекелі қонақ болып отыра беріңіздер. Аман болыңыздар. Достықтарыңыз ашыламасын. Қол соғып қошемет ұрып қояйық достарға. Ақтөбе, Сағыз, алыстан, Миялы, сосын тағында, не бар? Орал, сондай бір әдемі алыстан келген біздің қонақтарымыз бар екен. Сол қонақтарымызды тойдан құр қол қайтармайық, туыс үйден құр шығармаған еліміз. Ал келіңіздер, Орал, Ақтөбе, қайда бар? Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген қонақтар, бір билет беріңіздер ортаға, той құтты болсын. Көкемді қинап шығардық қой. Келіңіз, осы көкеммен танысайықшы. Келіңіздер, жақсылап жинақталып тұрғаныңыздар, мынау елге, халыққа ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Ал қай жақтан келдік көке? Қай қала? Астана? О, міне күшті. Астанадан келген. Қол соғып отырайық. Рахмет, саламатсыз ба? Қай жақтан келдік? Ақтөбеден келген қонақтарға бір қол соғып қошемет ұрып қояйық. Ақтөбе. Саламатсыз ба? Орал жалған сайын, Орал деп құрмет қошемет көрсетіп қойыңыздар. Саламатсыз ба? О, күшті. Миялдан келген қонақтарымыз бар екен. Сәмірді бар. Қайсында жақсы бір тойлық болсын. Үйіңіз кіргенсіздер? Миялдан тойлық болсын. Үйіңіз бір ауылда тұрасыздар. Біздің елге өңірге тек той деп, қуаныш деп келе беріңіздер. Ең бастысы ниет, оңынан, барлығы шалғазынан. Жамалпа, бізде қазір акция жүріп жатыр. Алыстан келген қонақтар өздері таңдап алады. Басқа қаладан келдіңіз ғой. Ақтөбеден келген апыл ма? Көкеміз подарка алып кетті ғой. Миялдан келген апылдар, қалайсыздар? Той ұқтың жеңгелеріңіз бе? Жеңгелеріңізді жақсылап ризалап жіберіңіз. Өзіңізге. Кәс. Көке сізге қолыма түскен берейін. Қол соғып қошемет ұрып қояйық. Шапалақыз жіберейік. Той құтты болсын, аман болыңыздар, жақсылықта кездесейік. Айтам бейбісі. Той құтты болсын, апа. Қазір біткесін әңгіме айтамыз, апа. Жаңа біздің Ақтөбеден келген Құдаша, жаңа аудалардың ауылынан келіп жатырған біздің Ақтөбеден келген Құдашамыз бар екен, қайда екен? Ақтөбеден келген Құдаша, келіңіз ортаға бір билет берейік жастар.
Canım kökem. Geç kökem. Geç. O şeyde oturumuz. Salamatсыз ба? İsminiz? Жан Күміс. О, күшті, как раз Ақкүмістен қызыңыз бар ғой сіздің. Ұқсас екен. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Сіздің Жалған Сейдің номерінің бишісі, Шейдан көшенің номерінің бишісі. Кеттік ал, той құтты болсын, бір билеп жіберейік. Құдаша қалдыңыз бар, құдаша! Жесуға! Стоп. Құдаша бізге келе көке. Рахмет, мынау сізге. Және мынау да сізге. Біреуін алсаң, екіншісі тегін. Қошемет ұрып қоясың. Рахмет, тойыңыз құтты болсын, аман болыңыздар. Ой, күшті біздің қалашылардың деген қандай. Ал, жүрек көке. Келіңіз. Ортаға тұрып алыңыз. Той құтты болсын. Ал әдемі керемет жақсы қуанышымыз болып отыр. Енді құрметті қонақтар, әдемі сізай тағам жеп отырсыздар. Той иелеріне көңіл бөлейік. Қазір енді той иелері үшін, жастар үшін әдемі тілектер айтылады. Бірақ мен дей тұрғанмен де әдемі сыйлықтарымызды жақсылап сіздерге таратайық деп жатырмыз. Енді осы ағамызды сыйлап, құрметтеп, әулетті құрметтеп, барлықтарыңыз келіп жатырсыздар. Енді жалпы Жұмабек ағамыз қандай адам дейтін бір сұрақ бар ғой бізде. Соған бір жақсылап жауап берейік. Көкемнің қолына бір әдемі күшті подарок берейік. Жыдан келетін жақсы сөздер айтады, өзіңізге ұнағанын сөзді, адамды емес сөз таңдайды, иә? Көке, той құтты болсын. Біздің Жұмабек ағамыз қандай адам? Жақсы, жомарт адам. Жұмсақ адам. Жайсаң. Апа сәңгілетіп қалыстыр. Жыдан басталады. Сақып Жамалдың жаны жары. Жуас. Саламатсыздар ма? Жауапкершілігі мол. Жақсы жар. Жұмысқа жаяу барып, жаяу келетін адам дейді. Ұлағатты ұстаз дұрыс апа. Жайдаржан. Тағы? Оқпаған бармыз. Жылы жүзді? Қандай? Екеу ма? Бүгін билік өз қолында. Екі бадан көрейін деп жатыр, бекке айтайын деп үшінші оқылады сияқты. Қамыз ойлау бауырым ғой. Ой, жын. Не олға душ таратып отырсыз ба? Кімге көріп отырсыз? Жыға басталатын көңілдерді бауырлардың жүрегі ғой. Жүрек. Бауырлардың жүрегі. Үйге қол соққызға. Так, көкем подарктарын тұтты үшін. Адамның ең несі қасиеті, адамгершілік қасиеті. Дұрыс. Так, ama siz ne diyor dediniz? Ұлағатты ұстаз дедіңіз де, жұмысқа жаяу барып, жаяу келеді деген апам екеуіне бір қол соғып қошемет ұрып қойыңыздар, сыйлық болып жатыр екен. Рахмет. Ең бастысы ұлағатты ұстазсыз, алтылаштың басы біріксе, төр ұстаздікі дейді. Сондықтан да әдемі ұлағатты ұстаз болып, сізді құрметтейтін шәкірттеріңіз көп болсын. Апа келіңіз, сізге де көңіл бөлейік. Көкем екі подарок беріп жатыр, сіз үшеуін берейік. Иә деп қоя қал. Сақып Жамал апамыз сыдан келетін. Сабырлы. Сүйкімді, салмақ Сақып Жамал. Айқайлап айтты көкем. Қалып қоятындай. Салмақ Сақып Жамал. Салиқалы. Сіңілім. Сұлу. Тағы. Сыпайы. Сырға берік. Сырға берік деген сөздің астында үлкен мән жатыр. Ожайттар әулетіне Алланың берген сыйы. Алла қалай шығарсыз? Ожайттар әулетіне Алланың берген сыйысыз сіз. Жылқы балдызым? Сылқым балдызым, ой! Жаным, көкем,
Сылқым балсын дейді. Мына столға орайыншы, осы стол күшті дейді айтсам, ал. Бірден айтқыңыз келіп отыр ғой. Контент жарайды деп отырсыз. Қандай екен біздің апамыз? Сықиған кейін. Сықиған кейін, о. Ал, Сақыжамал апамыз. Байсалды мейірімді сақиет. Серьезный дейді. Сабырлы. Күшті, әдемі. Енді бар жақсы тілектің бәрі айтып жатыр. Біріншісі. Жұмабек Жездеге сылқым балдыз деді ме, намыс? Көке келіңіз, тойға тұмыз. Ауылда аяғым ауырады деп жүретін көкем қой. Бейтіс кетіп жүр көкем. Атырау Байнағаға, Атырау Байнаға. Атырау Байнағаға подарок берген алып. Атырау Байнаға. Рахмет. Так, үшіншісі. Жөп көкем. Сықиған деді ғой жаңа, сықиған көкеме қол соғып жүрген ғой. Келіңіз көке. Рахмет, аман болыңыздар. Үлкен рахмет, алғыс білдіреміз енді. Осы әдемі жақсы тілектерді айтып жатырсыз, соның барлығы Алла Тағала қабыл етсін. Мынау айтылған әдемі сөзге сіздер лайықты жандарсыздар. Ұрпақ қызын көріп аман-есен отыра беріңіздер. Той иелеріне жақсылап қол соғып қошемет етіп қоя беріңіздер. Айдай сенің жүзің, еріннің дәтті қылбындай қызыл. Тариф көп айта беруге оған сөзім. Сұлуғап қара көзім, сұлуғап қара көзім. Маған жердің бетінде бар ғой бір адам. Сіздер бүгінгі
Бүгінгі біздің той иесі көкеміздің командасы боласыздар. Қазір бір жақсылап әдемілеп ән шырқайық. Биімізді билеп жатырмыз. Барлығымыз ән шырқап жатырмыз. Тойда тек қана асаба мен музыканы бөлем етеді деген қағида жоқ. Сондықтан да барлықтарыңыз көңілді отырыңыздар. Керемет жақсы ән жүреді. Соған қосылып, тойымызды көтеріп, әдемілеп отырайық. Жақсы әдемі белсенділік танытып отырған қонақтарымызға сыйлықтар беретін боламыз. Көкесі дирижер боласыз. Жақсылап, құтылардың басына барып, бірге деп әдемілеп, өзіңіз қосылып, ән шырқаймыз. Келістік қой. Ал, алғашқы әнді тыңдайық. Үлкендер жағы жақсылап, көңілді отырып, бір қосылып шырқап отырайық. Сіздердің құрметтеріңізге. Күн жамылып келеміз, айсыз ашық аспан. Төбемізде жолғыза. Тамаша, бірге қосыламыз. Бара жатқан зымыра. Бірге. Байқалмай қалған. Ол не деген қуаныш, ол не деген бақыт. Бара жатқан зымыра, байқалмай қалған. Ол не деген қуаныш, ол не деген бақыт. Тамаша, ал, екінші куплет. Алматының гүл бағы аралаймыз қиялменен келеміз кейдамыз қаламыз араласқан қандай ыстық осы жан асықпа сенге күйге толы көңілде Араласып, андай ыстық. Сіздерге. Рахмет. Қосып қошемет қойып көкемнің командасына. Ой, күшті. Күнде болды. Құдағайға ма? Ой, құдағайға күшті подарок қой. Құдағайыңыз Окей. Кәс. Құдағайға өзіңіз күшті берсеңізші. Құдағай сіздікі той құтты болсын. Аман отырайық. Так. Біздің Жамаловтың командасы. Әлепа не айтып өтсін, Әлепа. Әлепа не айтып өтсін, ой бұрын. Анаған бермей қалып, анаған бермей қалып, баяғы. Анау алып қойып, мынау алып қойып, баяғы. Ештеңе болмайды. Ал. Жамаловтың кейті. Қарсалдың күлімдеп көктемде Жүзіңе нұр толып кетіпсің құлпырып бір бақыт сәулесін Сен туған күн ән бастайық Есте қалсын мәңгі бұл күн Ұмытпа сен Есте қалсын. Жалғасымыз, тоқтамаймыз. Жасқанба жасыма отыршы басыма басталсын бірден әңгіме Нағашылар, қайдасыздар? Сеп болып. Берекеміз ән бастайық. Есте қалсын мәңгі бұл күн Ұмытпа сен Есте қалсын. бұл күн Рахмет. Тамаша, маманың командасы күшті, әдемі. Күшті, көршілер бірыңғай бишілер жинап қалыпсыздар. Той құтты болсын. Қыз көйлектегі апама. Нағашылар Рахмет. Той құтты болсын. Бөлерін, енді кеттік қолына ұстаңыз. Ой, бауыр, 30 жыл құтты болсын.
өзіңіз қараңыз, астан істейсіз, үстін істейсіз. Ыңғайыңызға қараңыз, той құтты болсын. Енді екеуміз бірге өлең айтып тастайық бәріне. 30 жыл толып отырған сіздер үшін, тойлары өтіп жатырған балдардың бақыты үшін ал кеттік әдемі әнді қосайық. Бәріміз орнымыздан көтеріліп айтсақ, өте күшті болады. Төгіліп нұр шашады, алаңқайды, хош иіс гүл басады. Алатауға қоныр бақ сәулесін шашып айнап сырласады. Сендерге ақ тілек бадамын, бақытты болыңдар, болыңдар. Сендерге әрдайым орындар, алатау төріне бақытты болыңдар, болыңдар. Көргенде алғашқы рет көп қарайды сырыңды қоншыдеп. Қалқадайым баймалап күйеу жігем, қалыңдық тұр сендерге әрдайым. Мінекей болыңдар, сендерге әрдайым. Ақ тілек батамын, Бақытты болыңыздар, 30 жыл құтты болсын деп болса, өзіңіз бір таңдап, ой, мен жұмсайды ал. Так, үсті төгілтіп жатырмыз ғой. Қазір жаңа құдалар сөйлейік, сәл күтейік. Кішкене. Бір апырым бар ма? Ал мына көкемнің биін көрген кім бар? Ақ жанайын деп тұрған біреу келе қойсын деп қол соғып тұрады көкем басында, болды. Басқа жұмыс жоқ. Әні, мама, өздері танып бір-бірін алыстан. Екеуміз тұра беріңіздер. Так, нағашылардың ауылынан мен жаңа жүрек көкем қайда кетіп қалды. Басқа сізді алып шығамыз. Ал, қоқтайын тұр мені. Көрген кем? Кім? Нағашылардың ауылынан. Келіңіздер. Так, біреу, екеу, үшеу, 4 шыққана оттық. Әлі екі. Нағашылар, құдалар, құдаша, құрдастар, көршілер, бауырлар, өзіміз. Кім, Жезуға? Кім, көке? Білем, басында осы бізбен беретіңіз. Той құтты болсын. Енді бүгін 1 мамыр деп жатырмыз. Қазақстан халықтар бірлігі мерекесі күні деп жатырмыз ғой. Ұлттыққа бөлінеміз ғой. Қазір киіндіреміз сіздерді. Енді құдалардың ауылынан келіп отырып қонақтарымыздан бастайық бірінші. Ал киіндірмей қоймай өтіп екен. Киіндіресіздер мен шошып кетіп жатыр. Қай ұлттың биін билейміз? Қай ұлт? Моним дейік болды ма?
Лезгинка. Ал, мына біздің құда қатты. Құдай не билейді, соны билейді деп айтады. Тезетші біле қояйық. Уақыт берейін ба? Ақылдасып алыңыздар. Қай ұлт? Қай ұлт? Өзбек? О, міне өзбек нағашылар. Құдалар қош келдіңіздер. Қай ұлттың биі? Үнді? Құрдастар, құдаша, ақылдасып алыңыздар тезет. Любой деген ұлттар бізде. Сыған бар, орыс бар, не бар да? Бізде не кетіп қалды? Өзбек, үнді кетті. Любой дейді, сыған, сігән қазақша. Татар, сыған, орыс, үнді, өзбек, өзбек болам дейді бар. Өзбек деп атыстар ма? Сіздер? Қазақ? Грузин? Лезгинка? İşte yorumlar çiziyoruz. Gidelim қазір. Al. Ya, biz özümüz бастайық. Езухан? Көген? Келіңіз жаныма, көген үшіміз. Татар білесіз ба? Қай ұлт екен? Охо! İşte Tatar, Orus, бәрі Кішкене тізеге отырып, лезгинді билегісі келді ма? Той құтты болсын. Нағашылар, қалайсыздар, жақсыздар ма? Қандай? Лезгинка ба да? Сіздер құрап қойғай тұрсыңыз да? Нағашылар кеттік. Тау халқының биін билеу жіберейік. Нағашыларға бір әдемі құрмет қошемет көрсетіп қояйық. Охо, кеттік ал. Шабалар келді. Әдемі, жоқтан бар жасап жатырмыз. Ол да үлкен еңбек, ол да үлкен жұмыс. Біз құдағай ма? Асықпай телефонға жауап беріп отырсың құдашамыз. Тегіз Ақтөбеден келген құдаша. Біздер орыс биін таңдадық құда. Құрдастар, ал. Құдавлет мен білмеймін дейді. Кетті құдаша, той құтты болсын. Орыс биі! Құлағын қарап қойды апам. Сен ары қарай шығайық. Той құтты болсын. Біз қай ұлттың биін таңдаймыз? Өзбек. Өзбек. Палау жеп отырып, гәбіріп отырып. Охо! Ал көлелерге болсамыз, көлелер! Құдаға болсамайық, құда!
Құдаға бір бөлеге бір шапалақ жүрейік. Кісілер болады өзі, топ тыныш келеді де ортаға шығады, айырып тастайды да кете береді уже болды. Тек іспен, тек бұл кісілер сөз артық әңгімелейді, тек іспен чисто. Так. Келіңіздер, тойға тұрсын. Тошқа бейді үйрек болады ма сізге? Жайлап. Екеуіңіз бірге, да? Bir үйге, болды, той болды болсын. Ал, құдаша, тамаша, кеттік, үнді үйге. Aman boluzlar, kalay biliyorduk, kalay. Biliyorduk, korktuğumuz işine geçiyor. Şaka gitti. Bizler sigan deyip bütün üstleri geldi. Sigan, onun bir sigan gittik. Müzik. Ama көзіне жұлдыздар шықты ғой. Так, бізде ең бірінші билеген көкімдер қайда? Ай, көкем қайда кетіп қалып келді? Ат той құтты болсын маған десіп отыра беріңіз көкем, құдамның бағын тауып отыр. Ғали апама көкеме жиздухаларға бір болсын. Рахмет, екінші болып билеген нағашылар. Үшінші болып билегенімізде құрдастар және құдаша. Рахмет. Төртінші болып әдемі би билеген Гүл апамыз және құда. Соңғы билеген міне көршілер және бауырлар. Әдемі керемет тойды көтеріп билеген біздің жаңа құдаларға. Тамаша жаңа бірінші Ғали апаға ал өзіңіз подарок берейін деп отырмын. Қой ойбай, ертең соның бәрі әңгіме болады дедім. Соның бәрі әңгіме болады дедім. Ғали апа астына құлақ болмаңызшы. Ғали апа ойбой, Тифальдың музыкасы неге тұрады сізге? Подарок бере қойын десе қарамайды ғой адамға.
әкеліңдер. Тезірек, сопат әкеліп ойындар. Мына құрдастарға берейін. Ай, болыңдар енді. Достар. Қашан сізге жаңа осындай бір құрған жоқпыз ба? Кірпадай болып қалмасын бәрі. Қолсыз қошымен нағашыларға бере сол жүйде тұрған берсеңдер. Ойпырмай, жеңгелерім ай. Өлепа, үлкен рахмет. Құда. Мә сізге ойпырмай, тамашеңізді. Картошка болуға үшпейді. Рахмет. Орныңызға жайға сөйлесеңіз. Сондай күшті бердің бе не? Рахмет. Рахмет. Сіз өз-өзіңізді бағаламай жүрсіз просто құда. Қана тарып деп өшті, үнді билеген. Ойбай, билейін деп атыр. Үнді билеген біздің құдаларға. Құрмет қошемет көрсетіп қойыңыздар. Жәкен қайда? Көршақам қайда? Көршақа! Келіңіздер, бір қолсауын қошемет ұрып қойын. Көршақаға мантауар қалып келіңдер. Ойбай, алыңыздар. Осыны жаңа айтып қойдық, әңгіме болады деп. Алып келіңіздер. Көршақаға мантауарка алып қойыңдаршы, мантауарка. Рахмет. Көршақаның биін көрдіңіздер. Құдалар орнына жаңа сөзіңіздер болады. Көршақаның биін көрдіңіздер ғой. Мантауарка билейін деп жатыр. Көршақаның биінде көршақа бар ма? Көршақа, билейтін көршақа, мантауаркалардың көршақа. Рахмет. Мынау енді мантауарканың бір минусы бар, апа. Астынан суағады. Түбі тесіп деп жатқан ғой. Так, бүгін айтшы береміз. Той құтты болсын, мына жерде құдаларға және бауыр қарындасыма. Құдаларға. Охо! Анан жүзі қол көрмесін. Бізде енді осы әулеттің қыздарының атынан көрші Жанболат ақаға берілген болды. Жанболат ақаға апама берейін. Апа тек подарканы көрсетесің, ақшаны көрсетпе. Жас үнді биін билеген құдаша мен құдаға. Қозық жіберейік. Құдаша мен құдаға. Аман есен жаныңыз қалсын, бұйырса. Маған да дұрыстап айтыңызшы, тамадыға деп. Тамадыға. Рахмет. Рахмет, тойымызы құтты болсын. Бойынша, Әліпа. Мынау бүгінгі тойды бауырымның тойын билеп көтеріп жатқан жерде бөле бар, сол бөлелі. Рахмет. Бөлепі аман болыңыздар, молодцы, күшті. Ал. Рахмет бәріне. Той жақсы күшті болып жатыр. Осы үйлеріміз зейірсін. Бәріне рахмет. Ой, рахмет. Ал, тойымызды әрмен қарай жалғастырайық. Барлығымыз орнымызға түгелдей отырайық. Біздің ағайын туыстар барлығы ішке қарай кірсін. Бір әдемі тілек берейін деп жатырмыз, құрметті қонақтар. Тілектің тізгінін алатын бүгінгі біздің ауылымызға еліміздің сый құрметін көріп жатырған әрине жаңа құдаларымыз, сондықтан да ерекше құрмет қошеметпен тілектің төріне жаңа құдаларымызды шақыруға рұқсат етіңіздер. Жаңа құдалар келіңіздер, тілекте. Өскен сайын махаббат жаңа рәмет дейтін рас екен. Қазір қасынан кеткім келмейді. Ой деді. Енді жаңа біз анда таныстырдық қой, Сүрменге, үйде. Соны таныстырып жатқан жоқпыз. Ескірмеген махаббат. Дұрыс айтасыз. Сол бүгін енді құдамыздың әулетінде үлкен құдалық қуаныш болып жатыр.
құтты болсын. Құдалар сізге үлкен рахмет. Сыйлап жатсыздар, құрметтеп жатсыздар. Құрметтеріңіздің бәрін көріп жатырмыз. Мына екі жас бақытты болсын. Ұрпақтар көп ұрпақтарға бере берсін. Тілеп қойдым. Үлкендер жақсы батасы айтты, жастар тілектерін айтып жатыр ғой, соның бәріне қалып болсын дейді. Басымыз қосылатын жер тек қана той болсын, қуаныш болсын. Амин. Екі ауылдың арасы ақ жол болсын. Рахмет. Жалғастырайық. Тілек айтыңыздар, асықпаңыздар. Қадірленді тойшы қауым, бүгінгі кештің құлап дастарханы барша құрметті қонақтары, әулетті үлкендері, мұжайытта әулеттер жатыр. Жұмеке, құдағай, құтты құрма болсын бүгін. Өте қуаныштымыз, қазақта сөз бар ғой, құрам құрдасындай болсын, құдағайдың сырласындай болсын дейтін. Енді Бауыржан ағамыздың көре алмай қалуымызға кішкене замандаспыз. Айтып кетейін кішкене, Жұмекен құдай екеуміз 89 жыл 17 жасымызда Оралда танысып, сол жақта табысқанбыз бір-бірімізбен. Содан бері қарай сыйластығымыз, достығымыз әлі ажырамай жатқан азаматтарымыз. Ләззат құдағайларыңыз қастасын, мен 10 жыл бір оққан. Бауыржанның бір жас үлкендігі бар, ағамыз ол Бауыржан құдаларымыз марқұмның. Ол қуанышты көріп жазбады, ол азаматқа қуаныш құтты болсын. Біздің төрдей болған орындарымыз мәңгілік болайық. Екі жасқа баянды бақыт, жарқын болашақ тілейміз. Жаңа естіп жатырмыз, енді сөздің басында айтуым керек еді, кездескенше айтамыз ғой. Әртүрлі жағдайлар болған екен, енді өткен жандарға өмірден иман тілейміз. Жартылаушылар өткен өмірден жаңа ойдың басқасын естіп жатырмыз, естімей қаламыз. Кейбіреуін естіп келмей қалып жатамыз енді. Өткен жандар иманды болсын, болып жатқан жақсылықтар, қуаныштар ұзағынан болғай деген тілектемін. Жастар бақытты болсын. Өте қуаныштымыз, осындай азаматтар отыр, бір тайып сол 17 жасымызда кездескен, Жұмекен бәріміз әсет дейтін азамат отыр осы жерде. Мен жағында Ардақ, Базаргүл бар, Байжакен бар, бұл жерде Нұршуақ, Нұржайып дейтін азаматпен танысып жатырмыз енді. Бәріміз замандастарымыз, құрдас осы бірге жатқан. Той құтты болсын, баршаңызға да ұрпақ қызығын қызықтауға, ұрпақтың рақатын, қуанышын көріп жасы тілегім бар. Той жалғасыла берсін, үйлеріңіздің іші жанға толсын, сырттан малға толсын дейді тілектер. Амин. Құдағайымсыздар. Сіздердей парасатты, пейілі кейін, көңілі дархан құдағаймен құдамдалы болғанына шексіз ризамын. Қыз енді жат жұрттық десек те, өздеріңіздің үйден аялап өсірген, көрегенді, ибалы, әжептей перзенттеріңізді біздің шаңыраққа аманат еткендеріңіз үшін алғысымды білдіргім келеді. Енді Алла тағала тек осы жастардың сыйластықтарын баянды, махаббаттарын мәңгілік етсін деген келеді. Екі ортада, екі ауылдың арасын жалғаған туыстығымыз нығайып, тамыры тереңге жайылсын, қуанышымыз ортақ, дастарханымыз мол болсын, құдандалығымыз мың жылдық болсын деген келеді. Көп рахмет енді. Сәлеммен бері келгелі жақсы ниетпен қарсы аласыздар. Көп рахмет айтамын. Бізді алдымызға алып келген ағаларыма, көкемізге, бәріне де үлкен рахмет айтқым келеді. Бізді жетелеп сол келіп жатырған. Алла разы болсын. Құрметтеріңізге көп рахмет. Балдарымыз бақытты болсын. Құдалығымыз мың жылдық болсын деген келеді. Және де дәмдіміз жарасқан, құдағай болайық деген ниетпен сіздердің шаңырақтарыңызға, үй ішіне және қонақтарыңызға арналып келген дәміміз бар. Соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Және де құдағай үй ішіне ақшалай сыйлығымыз бар. Соны тапсыруға рұқсат етіңіз. Рұқсат, қол соғып, қошемет тұрып қойыңыздар. Тұрғандарыңызға 30 жыл болып жатыр екен, айып етпеңіздер, байқамай ескермей қалып жатырмыз. Құтты болсын, алтын той, гауһар тойларға қосылып тек аман есен жете беріңіздер. Рахмет үлкен. 30 жылдыққа 30 мың беріп отыр құда. Өзіңіз айтып жіберсеңізші бүгінге. Қол соғып қошемет тұрып қойыңыз. Бәрі есеп. Ақтөбеден құдағайға келген семьямның және сізге. Ақтөбеден. Ой, тамаша. Ақтөбенің дәмі. Үлкен рахмет.
бересіздер ме? Құрметті бүгінгі құда-құдағайымыздың әулетіне қарасты барша ағайын туыстар, ағайындар, құрметтеріңізге көп рахмет. Бүгін енді құдалық деп келіп жатырмыз. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын деп, сіздердей текті әулетпен құда болғанымызға біз шексіз ризамыз, қуаныштымыз. Азияда қыздарыңызды біздің әулетке жеңгеміз деп мәпелі өсірген қыздарыңызды жеңге қылып бізге бердіңіздер, аманат еттіңіздер. Көп рахмет. Инабатты, ибалы сондай әулетімізге келгеннен бері осы менің туған бауырымдай болып кетті. Жат көрген жоқпыз. Сыйластығымыз әрдайым да зор. Көп рахмет айтамын. Осындай тек құдалығымыз, туыстығымыз нығая берсін деймін. Екі ортаға жол болып тек жақсылыққа, той қуанышқа келе берейік. Көп рахмет құрметтеріңізге. Рахмет, аман болыңыздар. Тілектеріңіз үлкен алғыс білдіреміз. Келген қадамдарыңыз құтты берекелі болсын. Осы елдің ауылдық тексе құрметін көріп, тойдың төрінен түспей, биік тұғырдан әрқашан көріне беріңіздер. Құдамыз Алла өзінің мейіріміне бөлесін. Құданың көрмей кеткен қызығын сіздер көріңіздер. Енді осы ұрпақтың қызығын көретін керемет Алла сіздерге бақыт берсін. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Енді есімдеріңіз аталғанда қолдарыңызды көтеріп, бір қадам алға қарай шыға қойсаңыздар, әдемі болып кетеді. Той құтты болсын. Ғалипа. Тойшы қауым бүгінгі біздің әулетімізде болып жатқан үлкен қуанышты тойға бақыттамыз. Қош келдіңіздер. Соның ішінде бізде құда-құдағайлар, құдашалар бар, бұл жерде құдалылар бар. Бақыттарыңызға қош келіп жатырсыздар. Жалпы енді қазақта сөздер көп, соның ішінде айтады сыйластық асын қазына дейді. Сондықтан сыйластығымыз үзілмесін әрқашанда. Осындай жақсы дастарханда жылы лебізбен, шын көңілмен әрдайым кездесіп жүре берейік. Енді осы әулеттің сіздерге арнаған сыйы бар. Сол сыйды қабыл алыңыздар. Соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Қазына жерді алыңыз. Қош келіп жатырсыздар біздің әулетке. Қадамдарыңызға нұр жаусын дейін біледі. Тамаша. Ал, жақсылап мынау ағаларымыз ортадағы. Ал рұқсат. Ал енді осы біздің ең бірінші үлкен ортамызда отырған Айнымали құдамызға соған біздер әдемі қазақ нақышта өрнектелген жер столды бергіміз келеді. Тамаша. Ортаға қоя беріңіздер. Дәмі бар. Құдамызға қол соғып қошемет етіп қояйық. Құдамызға үлкен рахмет. Аман болыңыз. Енді келесі бізде және құдағай ол кісіге камзол жаулығымен қолына алтын сақина тартқымыз келеді. Тамаша. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Дәмі бар. Дәміміз бар. Керемет сыйлықтарымыз бар. Қабыл алыңыздар. Қол соғып қошемет етіп отырайық. Жақсылап. Бізде саясат құдамызға жер стол бергіміз келеді. Саясат құда осы үлкен қара шаңырақты ұстап отырған құдамыз ғой. Қатар-қатар қоя берсіңдер. Қабыл алыңыздар. Келесі Халидолла құдамызға да жер стол. Света құдағайға Саграда фирмасының жаңалы киіммен дәмі бар. Қандай грамм бар еді? Ласса киіммен дәмі бар. Қол соғып қошемет етіп отырайық. Көре отырған адам болмайды. Жақсылап, әдемілеп, риза болып, қуанып. Сіздерге де жұғысты болсын осындай әдемі сыйлықтар деп. Біздің үйде де той болсын деп әдемілеп құрмет көрсетіп отырайық.
Оған күшті құйып қойғандай екен. Бұны жуу керек дейді ғой. Ал жалғастырайық. Келесі бізде Мұхсина Құдағай. Ол кісіге де Ласаграданың жағалы киіммен дәмі бар. Тамаша. Анау мынау емес, Ласаграданың жағалы киімдерін алып келді сіздер үшін. Әдемі, ерекше, керемет үлгідегі сый-сияпаттарымызды қабыл алыңыздар. Тамаша, құтты болсын. Келесі бізде Шаңғымыз Құдаша. Рафаэл операмыздың жағалы киімі және дәмі басты. Тамаша. Ақтөбеден келген Құдашамыз ба? Ақтөбеден келген Құдашамыз ба? Рафаэл деді ма? Рафаэл, мама күштейді апа өзі. Әлі өзі күштейді тұр. Ақтөбеден келген Құдашамызға құрмет қошемет. Как раз бұдан Ақтөбенің ауа райына арнайы тігілген. Және дәм. Дәміміз бар, иә. Келесі Қамыс Құдаға жер стол, Халима Құдағайға белиссимо. Пермісінің жаңағы киімі дәміміз бар. Қалай еді, да? Белиссимо. Зак жүргізетін қыздар зат. Мына дауыспен любой фирма қымбат көрден сияқты. Күштетіп айта берсеңіз сықиып кететін сияқты бәрі. Оригинал. О, оригинал. Қол соғып қояйық. Ал кет. Келесі Марина Құдашаға белиссимо пермісінің жаңағы киімі. Бәрімізді Мына белиссимоға сақ болыңдар кішкентай. Таза белиссимо болып жүр ортада. Күшті, әдемі, құтты болсын. Біздер бәріне киіп көрсетіп жатырмыз. Жақсыны көрмекке дейді қазақта. Құтты болсын. Ал келесі қандай фирмеге? Риза Құдашаға дәммен жаңалы киім. Тамаша, қол соғып қошемет қояйық. Әдемі, керемет, жақсы шаңырақтың дайындап жатқан сый-сияпаты Құдағайларымызға. Фирмаға тұрып отыр. Ласаграда. Ласаграда деген. Әдемі сөздер жаттап алып жатырмыз. Көптен естімеген. Тамаша, құтты болсын. Владимир Құдаға жер стол және дәм. Жер стол қазақ фирмасы. Өзіміздің отандық өнім. Қазір соңғы уақытта қайтадан қолданысқа ие болып жатырған осы әдемі хиттарымыз. Сол атыраулық кәсіпкерді қолдайық деп, осындай жер столды таңдаған болатынбыз. Бәрекелді, қол соғып қойыңыздар. Келесі Әнес Құдамызға жер стол, дәм. Жер столымыз бар, дәміміз бар. Қара сіздің 60 тұр. Жер столыңыз 60 тұр деп айтып қойып ғой. Келесі бізде Василий Құдағада жер стол, Тамаша. Ибрахша Құдағайға жаңалы киім, дәм. Гүлбақыт Құдағайымыз. Гүлбақша Құдағай. Ой, күшті әген. Құдағайдың фирмасын айтыңыз деп жатыр. Күшті әдемілеп айтыңызшы өзіңіз. Гүлбақша Құдағай. Келесі бізде Жақсылықтағы жер стол және дәміміз бар. Тамаша. Жақсылық Құда.
Бизнес сіздерге. Аппаратта ертең арендаға беруге болады ма жақында? Жақсылау. Ал кет. Келесі тағы да бір жер стол. Тұрар құдағаға, құдаға, Лаура құдашаға, жағалы киім және дәм. Фирмасын айту керек деп отыр. Әнді? Лассаграда деген әдемі фирма. Тамаша. Ешкім айтқызбаңызшы, өзіңіз айтыңызшы дейді. Басқалар оқсат алмай қалды. Тамаша бір қол соғып қошемет ұрып қояйық. Енді келесі өзіміздің Бауыржан құданың шаңырағына жер стол. Ләззат құдағайға алтын комплектті өзіңіз құдағайыңыз тағады сізге. Оған фирманы да. Сіздің даусыңыз естік сейіліп өті фирманы айтқан. Ал құдағайымызға қол соғып қошемет ұрайық. Әнем құрмет көрсетейік. Бүгінден бастап заказ алыңыз сіз. Фирмінің атын хабарлауға. Күштеп реклама жасап, таратайық интернетке. Тамаша, құтты болсын. Және Ақтау қаласынан арнайы құдағайға тігілген күміс Айтынай сәнбейінен жадағай. Ой, Және осы күміс Айтынай сәнбейінен орамалы Әулет атынан отбасына дәм. Қол соғып қошемет ұрып қойыңыздар. Жадағай мен орамал арнайы тігілген. Жадағай. Құдағайға жадағай. Ого, қол соғып қошемет ұрып қойыңыздар. Орамалдан шеш иығына. Көрсетіңіз. Көрсетейік. Бәрін. Ал, жадағай киіп жатырған құдағайға қол соғып қойыңыздар. Бұл да біздің батыстың отандық бренді күміс Айтынайыз. Инстаграм парақшасына қарап, алдағы тойларыңызға заказ беруге болады. Ого! Апам банкірге алған бәрі. Соларға реклама жасап беремдер сізге. Енді біз тек қана қазақтың брендін ғана мына жерде өнімін насихаттап тұрмыз. Сондықтан Алтынбек күйеу баламызға қазақ шапаннан 10 бер. Ого! 10 бер ма? Егер де размері бармай қалса, чегі жақалтасында тұр, ауыстырып аласыздар Айзада. Чегін жоғалтпаңыздар. Айзада айтып отқанға, оны қатырамыз ғой деп. Күйеу балаға қол соғып қошемет ұрып қойыңыздар. Ого, күшті әдемі. Жоқ, ауыстырмайды екен, нормально. Бар. Қандай семіру керек. Айзада қызымызға жағалы киім, тренч, Макс Мара. Сізді құдалыққа ертіп жүрем ау деймін. Кит хабарлап беруге. Қол соғып қошемет ұрып қойыңыздар. Сонымен қатар біздің кішкентай қонағымыз, жиеніміз Айсия қызымызға күздік куртка фирмасы Бибинур Китстан. Мұрагер насиха пассажынан алуға болады. Қол соғып қошемет ұрып қойыңыздар, жақсылап. Сонымен қатар өздеріңіз білесіздер, кеше түнде Гүлдана осы арнайы осы қуанышқа ұшып келген болатын. Сол Гүлдананың осы Айсия жиенге арнаған Арчестер фирмасынан киімдерін ұсынамыз. Шапалақ тұрмейді қошеметтеріңіз. Ал осымен сыйлықтың үлкен кішісі болмайды дейді, сондықтан осы әрдайым көңіліміз тек қана қалай еді
шат көңілге толы ортамыз осылай қуанышты күндерде жүре берейік, иықтарымыз шапаңнан тозбасын, жақсы күндерде кездесе берейік. Бенисима, Макс Мара, Саграда фирмалары насихаттап тұрмын деймін. Рахмет. Сізге ақша төлеу керек ол фирмалар. Болмайды, аман болыңыздар. Үлкен рахмет, мынау керемет жақсы сыйлықтар беріп жатыр. Барлықтарыңызға жетті ғой, қалып қойған ешкім жоқ қой. Барлығын сұрап алып жатырмыз. Құтты болсын, игіліктеріңізге берекесімен болсын. Ең бастысы дүние уақытша, ағайын, сыйластық, туыстық мәңгілік. Сондықтан да туыстықтарыңыз ұзағынан болсын, енді құрамыздан бір қысқа нұсқа кішігір бата болса деп жатырмыз. Бата беріп жіберейік. Kurallar bizde şartlar başından sevkanı köşeci aksiler korkulu yapmayı sizlerge maddi yapmayı düşünün Allah siyasın onu Azerbaycan'ı dünyat olsun onlar olsun diye onu bir gün özellikle sizlerin de üniversitelerimizi anlatırız. Sizleri korkumun etmek. Allah'ın karşı sihirimiz yanması versin. Ömrümüz olacak. Ki 10 yıllık kılavur yürüyüp devlet yemininde her yönde bir gün vatanımız olsun. Амин, Аллаху Акбар. Үлкен рахмет, алғыс білдіреміз. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын, жастар бақытты болсын. Ал жақсылап бір жинақталып суретке түсеміз бе? Қазірде бар жас келеді, ағайын туыстармен дос келеді. Тойға келген қонақтардың алдарына табақ ортада ас келеді деп әдемілеп, ас тамамын алдыртуға рұқсат етіңіздер. Тойғызы құтты болсын. Болса, шаңырақтың әулеттің шай құйған келіндері болса, құдаларымыз өзінің ризашылықтарын білдіріп жатыр. Жеңгелеріміз келе қойсаңыздар, әулеттің шаңырақтың. Аса құрметті құдағайлар, құрметтеріңізге көп рахмет. Жұмабек құданың шаңырағында басым биік келген алғашқы құдалардың бірі мен болсам, осы әулеттің келіндерінің шайының қаншалықты тәтті екенін мен жақсы білемін. 2 жыл бұрынғыдай тәтті екен, сол шай құйған келіндер қайнатқан келе қойса, құдалар атынан шай құяр ырымын жасап жіберейін. Тамаша. Рахмет үлкен. Ал, жаз. Құттайын сізге алып бердім. Келісті. Ал, құдағайға керек бауырларыңызды асатып жіберіңіздер. Сіздерден әдемі құрмет, қошемет болсын, құрметті қонақтар. Тойыңыз құтты болсын. Ал, төс бастырайын. Шамалан құрмет. Кетті. Рахмет. Келіңіздер. Өзіміз құда-құдағадай суретке түсіп алайық. Осымен жатырмыз, жақын қосылып тұрайық. Тойымыз құтты болсын, балдар бақытты болсын, балдардың бақытын көріп аман-есен отыра беріңіздер. Үлкен Көне бренд шампаны камзолы қабыл алыңыздар. Амин.
осы тойға жиналған тойшы қауым тек көрген қызықтарыңыздан көретін қызықтарыңыз көп болсын дедім. Енді мен мына тамады осы жаңадан бері бәрімізді орнымыздан тұрғызып билетіп, жақсы сөзге сөйлетіп, айтады ғой, той бастау, көш бастау оңай болғанмен сөз бастау қиын дейді. Сол сөзді бастап, осы ортаны дүбірлі тойға айналдырып жатқан асаба сізге көп алғысым шексіз. Енді құттай аздап кеске қадмақ соңыз. Ой, рахмет көп. Тамаша. Құрдастардың атынан Жұмабек Сапшамал сіздерге құттай той шашуымыз. Бәрекелді. Той тойға ұласа берсін. Рахмет. Сибион, дәмдап қарады. Дәмдеріңіз бар, соны құдаларға. Құдалардың ауылына құрдастардың атынан дәм. Бір қол соғып қошын көтеріп қойып, алып барады. Ал кетті. Аман болыңыздар, достықтарыңыз ажырамасын. Келіңіздер бір жинақталып. Қонақтар, қош келдіңіздер бүгін шаңырағымызға. Құдалар, қош келіп жатсыздар. Қадамдарыңыз құтты болсын, орындарыңыз төр болсын. Екі ауылдың арасы ақжол болсын. Екі баламыз бақытты болсын, жақсылықтарын көрсетсін. Көбейе берейік. Банаға айтқан тілектердің бәрі қабыл болсын. Үлкен құдамыз бастап келіп жатыр, Айдынғали құда. Аман отырыңыз құда. 90-нан кетсе де, сол қалмай келіп отырғаныңызға мыңда бір алғыс сізге. Біздің үлкен құдағайымыз, Жәния құдағайымыз келе алмай жатыр. Сәлем айтыңыз құдағай, денсаулығына байланысты. Ол кісі де ауырмай жазылып кетсін, осы қатарға қосылып, арамызда жүрсін дейміз. Сәлем айтыңыз. Енді құрметті қонақтар, қош келіп жатсыздар. Ағайындарымыз алысты жақыннан, қайнағалар, абысындар, Миялыдан, Ақтөбеден, Оралдан келіп отырған, Атыраудан өзіміздің қайнапаларымызға, жезделерімізге, қайнағаларымызға, абысындарға, мына жерде өзімнің туғандарыма, бейістеріме, көршілерімізге, біздің достарымызға көп рахмет. Алтынай уақыттарыңызды бөліп келіп отырғандарыңызға, ең қадірлі бұрынғы құдаларымызға, біздің осындай үлкен бастарымызды иіп келіп отырған алтын уақыттарыңызды бөліп, Зина құдағай, Ержан құда бастаған құдашаларымыз, сіздерге де аман отырыңыздар, тек көргендеріңіз той болсын. Біздің құрдастарымызға да көп рахмет, бәрін көтеріп, біздің шашпауымызды көтеріп жатсыздар. Арамыз сиремей, осылай достығымыз ары қарай жалғаса берсін. Көршілерімізге мың алғыс. Енді көршілеріміз келе алмай жатыр, кейбіреулері жұмыс бабымен. Банағы тілектердің барлығы осы шаңыраққа қабыл болсын. Енді кішкене қателіктер кетіп жатса, көздеріңізді жұма қарап, көрмегендей болып. Ондай сіздер естіліп қалады. Осындай ылғи да ағайындығымыз артып, ылғи да тойда жүрейік. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Тамады Әзітхан, рахмет саған. Енді сенің папаң 30 жыл бұрын біздің тойды басқарды дедік қой. Енді сенің балаң Алтынбек пен Айзаданың келесі 30 жылға мен соны тойды басқарды. Әмин. Барлық тілек осы. Әсембекке рахмет. Әсембекке рахмет. Таңатқа осы бәрі түсіріп. Розаға рахмет. Осы тойхананың иесі. Бізге ылғи да көмегін аямай, көршілігін көрсетіп отырған. Ақан жазып кетсін, ауырмасын. Не айтам енді? Мына балаларымыз, келіндерге рахмет, қайнылеріме рахмет. Қасымыздан табыла білген. Өзімнің қасында енді бұдана жаңа келіп жатыр, ол сандуғаш мен қасында жүретін. Осы көп шаруаны бітіп жатырған сандуғаш. Енді осы екі қызымның бағашылық, бағажансын дейміз. Барлық осы деген тілектеріміз қабыл болсын. Көп рахмет сіздерге. Амин. Рахмет. Құрмет қонақтар, тойдың соңына дейін отырып жатыр барлығы.
үлкен рахмет. Ақындарымыздың бір әдемі өлеңі бар ғой, болсаң да кең даланың кермейігі, кішіліктің өр биігі, көптеген мамандық бар жер бетінде, ішінде адам болу ең қиыны дейді. Ал ағайын, ел, жұрт, туысқандар барлығы сіздерді сыйлап жатыр, құрметтеп жатыр, соның барлығы мынау адамдық пен адалдықтың ақ туын тік ұстап, елге деген өздеріңіздің сый құрметтеріңіздің әдемі жемісі деп білеміз. Сондықтан ұрпақ қызығын көріп, керемет жақсы үлкендермен бірге ортада аман есен тек жақсы күндердің басқасында жүре білуіңізге сіздерге тілектеспіз. Алла нәсіп етсін, аман есен жақсы күндерде кездесуге жолығайық деп жатырмыз. Болса қошемет өткенде той үйлерінен жақсылап бауырлармен өзіміз фотоға сөйлейік. Батасын берсін, жақсылап алағанымызды жайып, орнымызға жайғаса қояйық. Құрметті құдалар, бізді мына сәулетінен бері қарай сыйлап жатсыздар, үлкені жоқ, кіші жоқ, осындай сыйлық көрсетіп жатсыздар. Сіздерге көп рахметімізді айтамыз, ризашылығымызды айтамыз. Енді құда болып болғасын енді әуелі құда болғанша құда болып болғасын сыйлас дейді ғой енді. Бұл құда болып болдық, енді сыйласу рәсімдегі танысу. Соған келіп отырмыз. Өзіміз енді мынау кейінгі балалармен шектейін. Мен кішкене тартыншақтар едім. Шүкіршілігі барып қайтымыз, құрмет көріп қайтымыз деп ертіп келіп жатыр. Соларға басшылап келіп жатырмын. Сіздер қабыл алып жатсыздар. Көп рахмет. Ал енді мынау құдалығымыз 1000 жылдық болсын дегеніміз келеді. Мынау енді асқа берекет берсін, ажалға сабыр берсін. Алла Тағала тек не тілесеңіздер де қабыл етсін деп тілеймін. Әмин, Аллаху акбар. Құдамыздың батасы тілегі қабыл болсын, жастар бақытты болсын, құдалық 1000 жылдық болсын, той құтты болсын. Рахмет баршаңызға.